Алгебралық бөлшектердің негізгі қасиетіне есептер шығаратын боламыз. Номер 38-6-ның екіншісін шығарайық. X-ның берілген мәніндегі бөлшектің мәнін табу керек екен. Мына жерге тең жазып кете берейін. Сонымен бірінші алым көбеішке жіктейін. Көбеішке жіктегенде бұл жерде жақшаның сыртына мен x-дің квадратын шығарайын. Жақшаның ішінде 3x куб азайтылған 4x квадрат қалады. Бөлімінде де 3x куб азайтылған 4x квадрат. Алымда жақша мен бөлімі қысқарып кетсе, сонда бізде x квадрат қалады екен. Ал енді x квадраттың мәні минус 3,3-2. Минус 3,3-2-ні квадраттаймыз. Бұрыс бөлшекке айналдыратын болсақ, 3-тен 11 минус квадрат. Теріс санның квадраты оң сан. 3-тің квадраты 9, 11-дің квадраты 121. 121-дің ішінде 9 қанша рет кездеседі? 13 рет. 13 бүтін 9-дан 4 болады екен. Келесі 38-ді 7-ші есептің 7-шісін көрсетейік. Алымнан жақшаның сыртынан 3 шығып кетсін. Ішінде бір азайтылған x қалады. Бөлімі бізде қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. А квадрат минус 2ab қосылған b квадрат. Сонымен а дегеніміз ол x. Мына жерде минус болғандықтан азайту 1-дің квадраты болады. Ал енді біз бөлімі квадрат болғандықтан ол оң сан әрқашанда. Сондықтан біз бөлімін орнын ауыстырып жазуға болады. 1 минус x-тің квадраты деп. Демек, бұл жерде 1 минус x өзіне өзі 2 рет көбейліп тұр. Сондықтан алымдағы жақшаны қысқартып жіберсек болады. Сонда ал бөлімінде бір азайтылған x қалады. Келесі 38-де 8-ші есеп шығарсақ, бұл жерде берілген рационал, бөлшек рационалды өрнегін қысқартыңдар дейді. 6-шысын шығарайық. Сонымен берілген рационал бөлшектен кейін тең қойдық. Алымы бізде а квадрат минус 2ab плюс b квадрат деген формуламызға кеп берген. А-ның орнында тұр, b-ның орнында 3 тұр. Осының квадратына тең болады. Ал енді бөлімі бізде а куб минус b куб тең кеп тұр. Ол бізде 3 минус а. Бірінші жақшада, екінші жақшада 3-тің квадраты 9 қосылған 3а қосылған а квадрат болады. Ал енді біз бөлшекті қысқартуымыз керек. Ол үшін алымын өзгертіп жазайық. 3 минус а-ның квадраты бөлімінде 3 минус а 9 плюс 3а қосылған а квадрат. Қысқартып жіберсек, сонда алымында 3 минус а алады, ал бөлімінде 9 плюс 3а қосылған а квадрат болады екен. Келесі 38-де 9 деген есеп шығарайық. 4-шісін қарастырсақ, бұл жерде алымы сол күйге тұр екен. Ал енді бөлімін алымын сол күйге жазып алайық. Бөлімі бізде екі өрнектің квадраттарының айырма болып тұр. Бұл демек 2 жақша болады деген сөз. 2 минус а, 2 плюс а болады. Ал енді бөлімінде 2 минус а болғандықтан оларға қысқарып кетеді. Сонда 4 бөлінген 2 плюс а қалады. Ал енді бізде мына жерде а қосылған 2-ні 7-ге тең деп алатын болсақ, сонда 4 бөлімінде 7 болады. Келесі есеп номер 38-де 10. Бұл есептің 3-шісін шығарайық. Сонымен тең қойсақ,
алымынан жақшаның сыртына 6х шығып кетеді. Сонда жақшаның ішінде x қалады, себебі x квадрат дегеніміз ол екеуі x-тан екеуі көбейтіліп тұр деген сөз. Қосылған 12-ні 6-ға бөлсек 2 қалады. Ал енді x шығып кетті, y қалды. Ал бөлімінде 5y шығады. 5y жақшаның сыртына шығып кетсе x қалады. Онда 5-ке бөлсек 2. Y квадраттан y шығып кетсе, онда бір y қалады. Енді екі жақшаны қысқартып жіберсек, 6x бөлімінде 5y екен. Енді x-тің мәнін орнына қойайық. 6 көбейтілген 3-тен 2. Ал y-тің мәнін қоятын болсақ, 5 көбейтілген минус 0,4. Сонымен 6 мен 3-ті қысқартып жіберсек, 6-ға 2-ден 3-ке 1-ден, 2 мен 2-ні көбейтсек 4. Ал минус 0,4-ті 5-ке көбейтетін болсақ, 5 жерде 4-іміз 20. 4-ден кейін бір сан қалып қою керек, сонда 2 болады, таңбасы минус. Енді 2 мен 4-ті қысқартып жібереміз. 2-ге 1-ден, 4-ге 2-ден. Сонда минус 2 болады екен. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.